Адам алейхиссалам мен оның жұбайы Хауаның Аллахқа мойынсұнбаушылық танытып, сол үшін жәннаттан қуылған күнәсі не еді? Олар Аллах тағала жеуге тыйым салған жәннаттағы бір ағаштың жемісін жеді. Аллах тағала былай деді: «Вақулна я Адам ускун анта ва заужукал джанната ва кула минха рагадан хайсу ши'тума ва ла тақраба хадихи шаджарата фатакуна минал залимин». فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Және де, әй адам, сен де жұбайыңда жәннатта тұрыңдар, әрі ерікті түрде қалағандарыңша жеңдер де, тек мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе залымдардан боласыңдар деген едік. Сонда шайтан екеуін тайдырды, осы ағаштың жемісінің дәмін татуға ынталандырды, әрі ондағы мекендеген орнынан шығарды. Әрі біз оларға бір-біріңе дұшпан болып жәннаттан жерге түсіңдер. Сендер үшін жер бетінде тұрақ және белгілі мерзімге дейін пайдалану бар дедік. Әл-Бақара сүресі 35-36